Сәлем достар, мен сіздермен бүгін 2015 жылы шыққан Наташа атты фильмге бірге шолу жасайтын боламын. Видео басылмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар, ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Фильмнің басты кейіпкері Марк есімді жігіт өзінің достарымен бірге сауық кеште көңіл көтеріп тойлап жүреді. Марк сауық кеш аяқталған соң бөлмеге барып, қызымен төсекте қосылғысы келіп, рахаттанғысы келеді. Бірақ оған Марктың қызы қарсы болып, Марктың бетін қайтарып жібереді. Осыдан соң Марк сол жерден тыныш қана үйіне кетіп қалып, солайша Марк үйіне келіп, өз бөлмесінде ноутбуктен ересектерге арналған ұятсыз видео қарап отырады. Осыдан кейін Марк төсегінде жатып ұйықтап қалады. Таңертең Марктың анасы ұйқысынан ерте тұрғызып алып, оның үйіне бүгін үлкен ағасы қонаққа келетіндігін айтып, Маркке ертерек дайындалайық дейді. Келесі кадрде Марк отбасымен бірге үлкен ағасы және оның Ресейден келген әйелі Джинаны көреміз. Олар дастархан басында тамақтанып әңгімелесіп отырған сәтінде Марктың көзі Джинаның ашық көкірегіне түсіп кетеді. Солайша Марк дастархан басында Джинаның көкірегінен көзін алмай қарап отырады. Осыдан кейін Марк тамақтанып болған соң Маркке анасы үлкен ағасының әйелі Джина жақын арада Ресейге барып келетін, Ресейде Джинаның бірінші некесінен 14 жасар Наташа есімді қызын бар екендігін және Ресейден сол қызын алып келетіндігін айтады. Солайша арада біраз күндер өтіп, Марк пен оның отбасысы әуежайдан Ресейден келген Джина мен оның 14 жасар Наташа есімді қызын күтіп алады. Сонда Марк пен Наташа бірін-бірі алғаш рет көрген болатын. Солайша арада бірнеше күндерден соң Марктың үлкен ағасы ресейлік Джинамен ресми түрде үйленіп, Марктың үйінде отбасылық сауық кеш болады. Сонда Марк дастархан басында Наташадан көзін алмай қарап отырады. Сауық кештен соң Марк Наташаны өзінің бөлмесіне ертіп әкеліп, оны өзінің жеке заттарымен таныстырады. Сонда Наташа Маркке сен бос уақытыңда бөлмеңде немене айналысасың дейді. Сонда Марк мен бос уақытымда ноутбукпен видео ойындар ойнаймын және сабақ өтемін дейді. Сонда Наташа сен осы бөлмеңде бір қызбен болсын төсекте жақындастың ба дейді. Сонда сол жерде Марк қобалжып сенің жасың небәрі 14-те ғой, сен мынандай әңгімелер айтуға әлі кішкентайсың ғой дейді. Сонда Наташа мен бұндай әңгімелер айтуға ұялмаймын, мен осы уақытқа дейін бірнеше жігітпен төсекте жақындастым, сен қаласаң сенімен де төсекте жақындасамын дейді. Сонда Марк менің үлкен ағам сенің анаңа үйленді, енді біз бір-бірімізге туысқан боламыз дейді. Сонда Наташа менің анам арзан әйел, мен оның осыған дейін бірнеше еркекпен төсекте қосылғанын көзімен көргенмін дейді. Сонда Марк бұдан кейін үнсіз қалып Наташаға ештеңе демейді. Бір күні Марктың анасы Маркке келіп, Наташа осы қалаға бірінші рет келіп тұр, ол әлі бұл қаланы дұрыс білмейді және ол бұл жерде әлі достар таба қойған жоқ. Сондықтан сен онымен жақын арада бірге жүресің. Бір жағынан ол енді сенің туысқаның болып келеді дейді. Осыдан кейін Марк Наташаның үйіне келіп, оның анасы Джина мен Наташа жайлы сөйлеседі. Сонда Джина қызы Наташа жайлы, Наташа әлі кішкентай қыз, ол аузына келгенін айтса, сен оны көңіліңе алма дейді. Содан кейін Джина Маркпен бірге қызы Наташаның есігін қағып, Наташаға тез бөлмеңнен шық, Маркпен кездесуге дайындал дейді. Сонда Наташа анасына жынданып үйінен кетіп қалады. Сонда Марк те Наташаның соңынан кетіп, Наташаға сен неге анаңа ашуланасың дейді. Сонда Наташа анасын жақсы көрмейтіндігін айтып, анасын жақын арадан басып, оны жек көретінін айтады. Осыдан кейін Марк Наташаны өзімен бірге досы Руфустың үйіне әкеліп, Руфуспен таныстырады. Осыдан кейін Руфус Наташаға ұнап қалып, Наташа Руфус осы үйде тұра ма дейді. Сонда Марк, Руфус осы үйде тұрады. Ол жақын күннен бері үйінде жалғыз тұрып жатыр, себебі оның ата-анасы шетелге саяхатқа кеткен болатын дейді. Содан кейін Марк пен Наташа ресторанға тамақтануға келіп, екеуі бірге тамақтанып, Марк Наташаны үйіне шығарып салып, Наташа Маркке ертең сен менің үйіме келмей-ақ қой, ертең мен саған өзім барамын дейді. Келесі күні Марк үйінде болған сәтте оған Наташа келіп, екеуі Марктың бөлмесінде біраз әңгімелесіп, артынша Марк пен Наташа далаға велосипед тебуге шығады. Сол кезде далада Маркке достары тыйым салынған затты береді. Сонда Наташа Маркте бұнда тыйым салынған затты қолданатынын біліп қойып, содан кейін Марк пен Наташа бөлмеге келіп, Наташа Маркке мен де сен қолданатын тыйым салынған затты қолданамын, сен маған өзіңдікінен дәм татқызшы дейді. Сонда Марк пен Наташа екеуі тыйым салынған затты бірге қолданып, артынша Наташа Маркке ноутбугын қолдануға рұқсат сұрайды. Наташа Марктың ноутбугын ашып қалған сәтте ересектерге арналған ұятсыз видео қосылып кетіп, Марк сол сәтте ыңғайсыз жағдайға қалады. Себебі Марк бұндай ұятсыз видеоларды жиі көретін және сол видеоны өшіруді ұмытып кеткен болатын. Ал Наташа болса сол ұятсыз видеоны рахаттана қарап отырып, артынша Наташа Маркке өзінің Facebook парақшасындағы ұятсыз фотоларын көрсетіп, Наташа Маркке осы уақытқа дейін бірге жүрміз, неге бүгін төсекте рахаттанбасқа дегенде, Марк не деп жауап берерін білмей жатқан сәтте, Наташа сол сәтте киімден шешіп тастап, осыдан кейін Марк пен Наташа төсекте рахаттанып қалағандарын жасайды. Осы төсек қатынасынан кейін Марк пен Наташа бірін-бірі ұнатып, осыдан кейін екеуі жиі бірге уақыт өткізетін және бірнеше рет жыныстық қатынасқа түсіп, осыдан кейін Марктың Наташаға деген сезімі пайда болады. Бір күні Марктың үлкен ағасы мен оның әйелі Джина екеуі шетелге саяхаттауға шығып, Наташа Марктың үйінде болады.
Сонда кешкісін Наташа Маркке сен маған ұнайсың, мен сенімен мәңгі осы үйде қалғым келеді дейді. Сонда Марк Наташаға неге қала алмайсың, осы үйде қалғаныңша бола бер дейді. Сонда Наташа Маркке мұңайған күйде менің анам сенің үлкен ағаңның көзіне шөп салып жүр, себебі анам әлі күнге дейін бөтен еркектермен кездесіп жүр дейді. Сонда Марк Наташаның бұл айтқан сөзіне сенбеген болатын. Осыдан кейін Марктың үлкен ағасы мен әйелі Джина саяхаттан оралып, сонда Джина Наташаға болды екеуміз үйге қайтамыз дейді. Сонда Наташа мен үйге қайтқым келмейді, маған осы жер ұнайды дейді. Сонда Джина Наташаның не үшін бұл жерден қайтқысы келмейтіндігін үйдегі адамдардың көзінше сен Наташа Марк екеуің төсекте жақындасып жүрсіңдер дейді. Сол жерде Наташа анасы Джинамен төбелесе кетіп, Наташаны Марктың әкесі ұстап қалып, Наташа анасына сол сәтте қатты ашуланады. Осыдан кейін Наташа анасымен үйіне қайтатын болып, Марк Наташаға келген сәтте оған анасы Джина шығып, Наташаны ендігі әрі мазалама дейді. Осыдан кейін Наташа түн кезінде заттарын алып Маркке келіп, Маркке Наташа мен енді өз қалама кететін болдым, сен менің қасымда бол, сен де менің қасымда болу үшін бұл қаладан бірге кетейік дейді. Сонда Марк үнсіз қалады. Сол кезде Наташа менің анам сенің үлкен ағаңмен ажырасса, мен сол кезде сенің әкеңмен төсекте қатынаста болдым. Соны менің анам біліп қойып, енді мені өзімен бірге алып кетпекші дейді. Сонда бұны естіген Марк тағы да үнсіз қалып, Наташаға бұл жерден кетуін өтінеді. Келесі күні Марктың іші жанып қатты өкінеді, себебі ол Наташаны қатты сүйген болатын. Және осыдан кейін Марк Наташаға азын-аулақ ақша берген болатын, себебі Наташаны бұл жерден тезірек кетіру үшін болатын. Және осыдан кейін Наташа да заттарын жинап кетіп қалады. Осыдан кейін Марк отбасымен сөйлесіп отырып, осы болып жатқан жағдайдағы шындықты біледі. Арада уақыт өтіп Марктың телефонына досы Руфус хабарласады, бірақ Марк телефонын алмайды. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Марк досы Руфустың үйіне келген сәтте оның үйінде Наташаның жүргенін көреді. Сонда Наташа бұдан бастап Руфустың үйінде тұратын болатын. Және Руфус Маркке өткенде неге телефонды алмадың, мен саған осы жағдайдың барлығын түсіндіретін едім дейді. Сол кезде Наташа Маркке қарап, Марк те Наташаға қарап, Марк ашулы күйде велосипедіне мініп кетіп қалады. Сонда Наташа Марктың кетіп қалғанын қарап тұрған болатын. Сонда Марк Наташамен болған махаббат хикаясының босқа өткенін біліп, Наташаны еске алады. Осымен фильм аяқталады. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.